24 қаңтарға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта сізде көптеген жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндік болады. Құнды ақпаратты әртүрлі адамдардан алуға болады. Түйсік сізге кімді мұқият тыңдау керектігін міндетті түрде айтады. Егер сізде оларға қарсы ештеңе болмаса, романтикалық жалғасы болатын таныстар болуы мүмкін. Бизнесте бастама көтеру пайдалы. Айналаңыздағы адамдар сіздің ынтаңызды, еңбекқорлығыңызды және табандылығыңызды бағалайды. Қандай да бір батыл жоспарды жүзеге асыру үшін сізге пікірлес адамдар командасы қажет болса, оны жинау қиын болмайды. Торпақ күн сауда және мәмілелер үшін қолайлы. Ақшаға және ақша табу мүмкіндігіне келетін болсақ, сіздің интуицияңыз қате болмайды, сондықтан оның нұсқауларын әсіресе мұқият тыңдау керек. Күннің бірінші жартысы сізге жалықтырмайтын немесе ерекше шаршатпайтын таныс әрекеттерге арналады. Сіз бәрін тез жеңесіз және тіпті болмашы қателіктер жібермейсіз. Кейінірек ұзақ мерзімді жоспарлар мен маңызды жұмыс мәселелерін талқылауға қолайлы уақыт болады. Сіздің пікіріңіз көпшілікті қызықтырады. Тіпті басқа адамдардың көзқарастарын елемейтіндер де оны тыңдайды. Егіздер, егер сіз табанды болсаңыз, ертең сіз бірнеше ай бұрын қойған мақсатыңызға жете аласыз, немесе ұзақ уақыт бойы мүмкін емес болып көрінген нәрсені орындай аласыз. Барлығы өздігінен жақсы нәтиже бермейді, сізге көп жұмыс істеу керек. Бірақ сіздің күш-жігеріңіз бекер болмайды. Жағымды таныстар болуы мүмкін. Тіпті әдетте басқаларға өте талапшыл адамдар да сізді бірден ұната. Отбасында жағымды оқиғалар болуы мүмкін. Кейбір егіздер соңғы күні мазалаған қаржылық немесе мүліктік мәселелерді қалай шешу керектігін түсінеді. Шаян күннің бірінші жартысында көп нәрсені істеуге тырысыңыз. Бұл оңай және қолайлы болады. Сіз табысқа кейінірек қол жеткізе аласыз, бірақ бұл үшін күш қажет. Сіз тек өз күшіңізге сенуіңіз керек. Бұрын сізді барлық жағынан қолдаған ұзақ уақыт бойы одақтастардың да көмектесуі екіталай. Күннің екінші жартысы демалуға, кейбір жағымды әрекеттерге және ескі достармен қарым-қатынас жасауға қолайлы болады. Сіз қызықты іс-шараларға қатысуға және бірден ұнайтын адамдармен кездесуге мүмкіндік аласыз. Арыстан күн сәтті болады және қуанышқа көптеген себептер әкелетіні сөзсіз. Бірақ көптеген арыстандар ұсақ түйектерге тым көп мән береді, елеусіз оқиғаларға, бақытсыз кездейсоқтықтарға алаңдайды. Бірақ егер сіз позитивті болсаңыз, сіз жіберіп алу ұят болатын жаңа мүмкіндіктерді байқайсыз. Кеңес пен қолдау үшін ескі достарға жүгінуге болады. Сізді жақсы білетін адамдар көмекке келіп кез келген өтінішке жауап береді. Бақытты кездейсоқтықтар болуы мүмкін. Олардың бірі сіздің жеке өміріңізде жақсы жаққа өзгерістердің басталуын белгілеуі мүмкін. Бикеш. Кішігірім түсініспеушіліктер, бақытсыз кездейсоқтықтар және кейбір тітіркендіргіш түсінбеушіліктер болуы мүмкін. Дегенмен сіз оларды жүрекке қабылдауға болмайды. Оң тенденциялардың әсері күшті болады және сіз туындаған барлық қиындықтарды міндетті түрде жеңесіз. Сіз ескі достарыңыздан және сізді жақсы білетін басқа адамдардан көмек сұрауыңыз керек. Күн жұмыс үшін қолайлы болады. Сіз күрделі кәсіби мәселелерді шешуді жақсы жеңесіз. Сіз өзіңіздің жеке қарым-қатынастарыңызда бастаманы өз қолыңызға ала аласыз. Мысалы, сүйіктіңізбен екеуіңізге де қатысты нәрсе туралы сөйлесу. Таразы қарым-қатынас үшін қолайлы күн. Сізге әртүрлі адамдарға көзқарас табу, тіпті сізден мүлдем басқа адамдармен тіл табысу оңай болады. Қызықты жұмыс ұсыныстары болуы мүмкін. Бірақ достық немесе романтикалық қарым-қатынастың басталуы да ықтимал, ешкім сіздің сүйкімділігіңізге қарсы тұра алмайды. Қоршаған ортаны өзгерту пайдалы болады. Сізге алыс жерге барудың қажеті жоқ, бейтаныс жолмен серуендеңіз. Көргеніңіз сізге қызықты идеялар береді немесе бұдан әрі қайда бару керектігін айтады. Сары шаян сізді көптеген тосын сыйлар әкелетін қарбалас, қызықты күн күтіп тұр. Кәдімгіден көп істер болады және сіз бір нәрсеге әрең шоғырлана аласыз.
Бір уақытта бірнеше мәселені шешіп, мың нәрсені ойластыруға тура келетіні әлдеқайда ықтимал. Мұны басқа біреудің жасай алуы екі талай, бірақ сіз мұны міндетті түрде жасай аласыз. Соңғы уақытта сағынып жүрген адамдарды көруге мүмкіндік туады. Олардан алынған ақпарат сіздің жоспарларыңыз бен басымдықтарыңызға әсер етуі мүмкін. Мысалы, сіз көптен бері кейінге қалдырған нәрсені істеуге шешім қабылдайсыз. Мерген, бұл күн әсіресе қарым-қатынас үшін қолайлы болады. Сіз бұрын келісімге келе алмаған адамдарға тез жол табасыз және ұзақ уақыт бойы қарсыластарыңызды сенімді одақтастарға айналдыра аласыз. Көптеген адамдар сіздің идеяларыңызға қызығушылық танытады. Оларды жүзеге асыруға өте ықпалды адамдар қатысқысы келуі мүмкін. Күннің екінші жартысы жақсы жаңалық әкеледі. Сірә, олар жұмысқа немесе сіз үшін қандай да бір күрделі қаржылық мәселені сәтті шешуге байланысты болады. Сәтті транзакциялар мен сатып алулар мүмкін. Тәуешкі күн өте қызу болады. Бірнеше маңызды мәселелер бірден назар аударуды қажет етеді, және шынымен нені дереу шешу керек, және не күтетіні бірден анықталмайды. Бірақ сіз оны анықтап, саналы шешім қабылдап өкінбейсіз. Достар мен жай ғана жақсы таныстар сізге көмектесуге қуанышты болады. Сіз елеулі қателіктер жібермейсіз, ал болмашы қателерді тез түзетесіз. Жеке өзіңіз үшін де, жақын адамыңыз үшін де маңызды жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Отбасында жағымды оқиғалар және жақын адамдармен қарым-қатынаста жақсы өзгерістер болуы мүмкін. Су құйғыш күннің басында көп нәрсе сіз ойлағандай болмайды. Бірақ сіз бұл туралы көп уайымдамауыңыз керек. Жақсы жаққа өзгеру жақын жерде екені өте тез белгілі болады. Сізге сәл күту керек. Басқалардың қателіктерін түзету және қиын жағдайға тап болған адамдарға көмектесу үшін сіз өзіңіздің істеріңізден бас тартуыңыз керек болуы мүмкін. Көптеген жақсы идеялар пайда болады, оның ішінде бірден жүзеге асырылуы мүмкін. Жаңа бағытта алғашқы қадамдарды жасау оңай болады. Сізге қажет нәрсені тез үйренесіз. Балықтар, бұл күн маңызды мәселелерді талқылауға және бизнеске қатысты мәселелерді талқылауға қолайлы. Сіз ең қолайсыз адамдарға көзқарас табасыз, ешкімді ұнатпайтындарға жақсы әсер қалдырасыз. Жаңа нәрселер мен тапсырмалар сізді алаңдатса да, жоспарлаған нәрсені ұмытпауға тырысыңыз. Егер сіз ештеңені кейінге қалдырмасаңыз, сіз күткеннен де көп нәрсеге қол жеткізесіз. Достар ортасында көңілді уақыт өткізуге, демалуға мүмкіндік болады. Күннің екінші жартысы ғашық балықтар үшін жағымды тосын сыйлар уәде етеді.